Ал біз өзімізді ол тазалауға біз мусор емеспіз ғой. Тазалатпаймыз. Азаматтың әрбір сөзіне қарап отырсаң, милиция керек. Кәдімгідей. Қаржы мәселесі қалай? Айлық мәселесі қалай сіздерге? Қазір бұлар 1 миллионның төңірегінде жалақы алады. 600 миллионда жатқан, ол да жоқ. Қазақфильмді тонауға келген бір топтың әрекеті деп бағалауға болады. 500 миллион теңге анимацияға бөлінген кезде маған бір 2 адам келді деді. Атын айтпаймын деді. Біреуі госзакупщик болып жүрген адам. Жалпы аниматорлар қалай көреді? Аяғыңа тұсау сап қойды, қолыңа кісен байлап қойды, артына қамшылайды деп. Чап дейді. Ерлан аға айтпақшы, біз анимация саласына көшеден қаңғып келген жоқпыз. Армысыздар Жасалаш YouTube каналының көрермені. Осыдан 15 күн бұрын Қазақфильмде бір топ аниматорлар жалақыларымызды 1 жылдан бері ала алмай жүрміз деп наразылыққа шыққан еді. Аниматорлар Қазақфильмнің сыртында Қазақфильмнің президенті Азамат Сатыбалдының шығуын талап етті, бірақ ол сыртқа шықпады. Содан кейін вице-президент Айдар Омаровпен сөйлескенмен мәселе ол жерде шешілмеді. Кейіннен Азамат Сатыбалды жергілікті баққа сұхбат беріп, аниматорлардың кейбір сөзін жалған деді. Бүгін біздің студиямызға сол дауда арқау болған аниматорлар келіп отыр. Қазақфильм анимация шығармашылық бөлімінің бас редакторы Ерлан Төлеутай және сол дауда ең көп аталатын Алтын адам жобасының режиссері Тұрдыбек Майдан және киногерлер одағының төрағасы Адай Әбілда. Қош келдіңіздер. Енді Азамат Сатыбалды сұхбат берді. Оған дейін сіздер Қазақфильмде онымен кездесуді талап еттіңіздер, бірақ шықпады. Кейіннен кездестіңіздер ме Азамат Сатыбалдымен? Қазіргі күнде бұл мәселе қалай шешіліп жатыр? Кейін кездескен жоқпыз. Азамат сұхбатында айтыпты, мен әкімшілікте болғам, анау деп. Жоқ, ол әкімшілікте болған жоқ. Сол күні шығатын жөні бар еді. Журналистер лап қойып Қазақфильмге кіргеннен кейін оның орынбасары Айдар Омаров қарсы алды журналистерді, бізді, бірақ ол орысша сөйлеген үшін журналистерден сұхбат алуға бас тартып, Азамат Сатыбалдың шығуын талап етті ғой. Сосын ол Айдар Омаров қысымға шыдай алмай, мен енді барып білейін деп, басында жоқ деді. Содан кейін бәріміз біліп тұрмыз оның ішінде отырған. Сосын ол барып келді да, ол қазір шалмайды деді. Солай деді ғой. Көрдің бе? Бірақ енді кейін сұхбат беріпті, мен онда әкімшілікте отыр едім, маған айтты, анау енді. Енді мәселе былай ғой. Сонда шығып, немесе алдында анимацияның өкілі осы дауды шешейік деп барғанда, Азамат Сатыбалды адам сияқты сөйлессе түк бәле жоқ. Жоқ, бұлардың бір өз ойлаған бірдемелері бар. Қашқақтайды, контактқа түспейді. Кез келген енді шығармашылық ұжым болғаннан кейін, және ол киностудия болғандықтан бұл толассыз даулар болып жатады Қазақфильмде. Енді талай дауды көрдік қой. Ермек Алмашаевтың тұсында да болды, Бақыт Ғафу ағамыздың тұсында болды, Дидар Амантай бас редактор болғанда, бірақ соның барлығы осылай бас қосып шешілетін. Шешім табатын яғни. Шешім табады ол шешуге болады бәрін. Бұлар шешуге тырыспайды. Бұлар жаңағы жазалау тәсіліне жүгінеді. Қорқыту, үркіту, қоқанлоқы жасау, жаңағындай шығармашылық ұжымға былай шыққанда тісін батырғанда ашық батыра алмайды. Мына әртүрлі әкімшілік, басқа ресурстармен, қолдарында құзыреттермен сондай бір тәсілдерге жүгінеді. Ал енді бұлай адами тұрғыдан сөйлесуге болады ғой енді. Өйткені біз енді ол қой бағып отырған жоқпыз ғой. Мен мысалы өмірімнің 30 жылдан аса қызмет еттім әртүрлі салада. Сонымен 15 жылға жуығын осы анимация саласында бас редактор болып отырмын. Мен осы анимацияның қай жерден жатқанын білем. Қанша аниматор бар екенін білем. Кімнің қандай деңгейде режиссер екенін, кім қандай сурет сала алатынын, қанша студия бар екен, оның әлеуетінің қанша екенін білем. Сосын даулардың бұрын қалай шешілгенін, енді мен анау Қайдаровтан бастап бәрін көріп жатырмын ғой енді. Менің енді өмірлік тәжірибем көп қой енді. Олар кеше ғана келіп жатыр. Бұлар жаңа соқыр көзбен
шешеміз дейді жаңағы. Өздерінің бір наным сенімдері бар жаңағы. Бүйте саламыз, сөйте саламыз деген. Ал шығармашылық жұмыс өте нәрсе. Ол жаңағы әпербақандық, әкімшілдік, әміршілдік тәсілмен шешілмейді. Шығармашыл адамдарын аялау керек. Шығармашыл адамдарын құрметтеу керек. Олардың көңілін табуға тырысу керек. Бұлар гүл сияқты. Гүлге су құймасаң, немесе күннің көзіне қоймасаң, өліп қалады ғой. Бұлар шығармашылық мына тұлғаларды өлтіруге айналды. Мынау Тұрдыбектегі мына осы отырғанда әзер отыр. Мына аққан ауруына шалдықты, мына жаман ауру. Мына Қытайға емделіп әзер шақырып алды. Өйткені мына ресми жауап беруіміз керек бұларға. Міне осылардың әлеуметтік жағдайын ойлаудың орнына, денсаулығын ойлаудың орнына, шығармашылық жағдай жасаудың орнына жоқ, бұлар жаңағы шығармашылық тұлғалармен, шығармашылық мамандарға майдан ашады. Мына қай президент келеді қазір өзі? Осы кейінгі 4 жылда қанша? 5 жылда 4 президент ауысты ма? 4-ге ауысты. Осылардың енді соңғылар әсіресе осылар қорлық өтіп кетті. Өйткені бұларда бір девиз бар. Біз қазақ фильмге тәртіп орнатуға келдік. Біреу айтады, мен қазақ фильмді тазалауға келдім. Біз түсінбейміз, бұлар неден тазалайды, кімден тазалайды, қандай тәртіп. Бұл өзі қанша енді? Анау 34 жылдан бастақ, енді 100 жыл болып қалды. Ал енді Шәкен Айманов заманынан бастақ 70-80 жыл болып қалды қазақ фильм тарихына. Киноның қара шаңырағы. Бұнда әркім өзінің ісін біледі. Бұнда негізінен шығармашылық адамдар жұмыс істейді. Әкімшілдік адамдар, олар сол қолдаушылар, шығармашылық адамдарының жұмысына бөгет болмай, олардың жобаларын жүзеге асырушы персоналдар. Қазір былай болып кетті жаңағы. Әркім өзінің жаңа президент келеді, ол өзіне дейінгі жаңағылардың бәрін жұмыстан шығарады, өзінің командасын жинайды, және олар кино мамандар емес, қағылған, соғылған адамдар қайдан келетінін білмейсің. Ал енді олар мынау кәдімгі джунгльге кірген сияқты көздері алақтап, кімнің кім екенін білмейді. Тұрдыбек танымайды, мені танымайды. Бұлар кім екен? Қазақтың сөзі бар, қарнымнан ашқаны емес, қадірімнен қашқанына жылаймын деген. Содан сен қадірің қашқан сәттің қазір кезеңінде отырмыз да, өйткені сенің құның көк тиын, сен олар үшін бір жаусың. Міне осындай біздің қазіргі келіп жатқан басшылардың жұмыс істеу тәсілі әпербақандық жол. Кәдімгідей. Кәдімгі шолақ белсенді. Еңкібі деуге болады. Қылышынан қан тамып тұрады. Енді шығармашылық адамдар, момын адамдар мысалы. Олар енді ондай шындықты көрмеген. Сөйтіп, ойларына келген істейді. Содан енді біз неге олай десек, біздікі дұрыс дейді. Осындай енді бұның негізі. Сосын бұлардың кино деген өндіріс. Бұл әр фильм, бұл өз алдына бір фабрика, зауыт сияқты. Оның ішінде қаншама қаржы айналады, оның ішінде қаншама адамның тағдыры бар. Жұмыс, әртүрлі мамандық иелері, оның ақшалар есептеледі, соның барлығы, оған үлкен сауаттылық керек, қаржылық сауаттылық керек, өндіріс тәжірибесі керек. Производство деген түсіну керек қой. Жоқ, киноның производство екенін олар білмейді да, жаңағы. Көрдіңіз бе? Соның кесірінен әйтпесе түк бәле жоқ. Бұл дау тумайтын еді. Егер баяғы дәстүрлі қазақ фильм болса, бұрынғы өзінің адамдар келе жатқан, онда мысалы алтын адамды келістік қой. Наурызға дейін тапсырамыз деп, наурызға дейін тапсыратын едік. Олар есеп қисабын, отчетін тапсырып мемлекетке. Сосын олар ақшаны аниматорларға беретін еді. Сосын бүгін дау тумайтын еді. Ал олардың жаңағы кәсіби сауатсыздығынан, біліксіздігінен нені жүріп алды, қаттанымайды өйткені. Цифр тану керек қой. Соны сөйтіп, әні-мінін деп жүргенде желтоқсанның соңғы қойып қойды, бәрі жабылатын болды. Сөйтіп, екеуі бірін ерексті да, киноны қолдау орталығы ақшаны аударып жүрді жаңағы 82-88 миллионды мысалы. Сөйтіп, осылардың біліксіздігінен осындай бүкіл қазаққа әйгілі болған ұлы дау туындап жатыр. Енді Азамат Сатыбалды берген сұхбатында құжатқа байланысты ешқандай мәселе жоқ. Бұл жердегі мәселе ескертулерді уақытында тасырмағандықтан ақша қайтып кетіп отыр деді.
Жалпы Тұртөк мырза, сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерден сіз режиссер болдыңыз, басқасында жүрсіз. Мәселе жаңа ескертпелердің уақытында тапсырылмағаннан ба, әлде құжаттың 2023-тің соңына дейін тапсырылмағандықтан ба? Енді алтын адам айтып отыр ғой, сол жасалғалы 5 жыл болды дейді. 5 жылда біз 382 күн жұмыс жасаттық. Ол өзі қазақ фильмінің санамасы бойынша, есебі бойынша, договор бойынша жасаған уақыт. Сонда біз әр жылда 3 ай, 4 ай, 2 ай жұмыс жасағанбыз. Сіз қараңыз, сіз 10 ай күтесіз де 2 ай жұмыс жасайсыз. Қиын ба? Қиын. Ол мамандардың бәрі жан-жаққа шашырап кетеді. Оның бәрін жинап, оның бәрін столға отырғызып болғанның өзіне 15 күн кетеді. Кейбіреуіне ай кетеді. Бабын жоғалтады. Иә, өнен кейін ол бабын жоғалтады. Мынау сурет салып отырған адам есінен шығып кетеді. Өнен кейін мынау фильм қазір мына 3D, 2D деп бөлінеді ғой. Біздікі мына 2D, мысалы 2D. 2D сабақ ол кейіпкерді ол жаттап алу керек. Жаттау керек. Оны жаттау үшін де бір кейіпкердің бүткіл мінез құлқын, образын жаттағанға да уақыт керек. Сөйтіп бұл аузыңдағы сөзіңді бөле берсе, сөзіңнің тамтығы кеткен сияқты, бұл фильмнің сөйтіп тамтығы кетті, шыны керек. Иә. Ол шығармашылық адам ретінде, режиссер ретінде менің жаныма қатты батады. Мен осы басшылықтарға сан бардым. Мынаны бітірейікші, мынаны аяқтайықшы, тоқтатпаңыздаршы, бар амалын жасаңыздаршы деп. Сіз қараңыз, алтын адам басалғалы 5 министр ауысты бізде. 5 министр ауысты. Өздеріңіз Арсанбек Мұхамедиұлынан бастап санаңыздар қазіргі министрге дейін. Міне, сол кісінің кезінде басында Назарбаев алтын адам туралы бір мақала шықты ғой, ұмытып қалдым кішкене. Сол кезден бастап бұл проекті қолдауға алынған болатын. Ұлы даланың жеті қыры. Иә, Ұлы даланың жеті қыры деген. Сол кезде 2018 жылдың аяғы. Сол кезде қазақ фильм бұны қосқолтап қолдады. Ол кезде Бақыт Қапуұлы ағамыз болған. Қазақ фильмде қолдады. Сөйтіп бұл проекті басталып 2019-дың тура ақпанның бір күні бұл проекті пышақпен кескендей тоқтады. Себебі кинофонд шығатын болды, қазақ фильм қаржыландырмайтын болды деді. Сөйтіп 2019-дың наурызында ма, осы майда ма кинофонд құрылғаннан кейін кинофондқа ұсынылды. Ол жылы балалар фильмі анимация қолданбады. 2020 жылы қайтадан бұл фильм проекті өтіп, эксперт кеңесінен комиссиядан өтіп, бұл фильм түсірілуге рұқсат берілді. Біз алдында кейіпкерлерін дайындағанбыз, сценарий дайындағанбыз. Сол бойынша бар проектіні қорғадық қой 2020 жылы. Пандемияның әне-міне пандемия басталады деген кезде, ол кезде мен осы бір жаман ауру болып, мен осы больницада жатқам. Сол кезде мен осы киімімді киіп, қорғауға бардым, кеудемді көтеріп. 2 сағат мына жерге сүйеніп отырып, проектіні бір 10 минут қорғап, сосын қайтадан мен машинамен больницаға апардым. Сонда жағдай болған. Сөйтіп, мен больницадан шығып, әйтпейт есімізді жиып, әйтеуір алдын алып сөйткен кезде, күзге қарай бұл проектінің ақшасы бөлініп, қазақ фильмде басталды. Сол кезде Ақан Сатаев мырза келді. Иә. Енді оны айтсаң, оның жыры жетеді ол кездегі. Яғни бұл 5 жылға созылды ғой. Иә. Қысқаша айтқанда. Иә, сөйтіп сол кезде біз сол 2020-да 2 ай істедік па, 3 ай істедік па сөйттік. Ол кезде сценарийді ауыстыру, сценарийді қайта жасау процесі жүрді. 2021-де 4 ай жұмыс жасадық. Ол кезде біз дайындық кезең жасадық. Ол кезде бүткіл раскадровка, орта, кейіпкерлер тұрақтандыру. Осы жұмыстармен жүрілді. Сосын 2023-те сөмшіне кезең болды. 3 ай ма 4 айға істедік. Сен қалай проектіңді бітесің? 75 минуттық фильм. Мына жерде менің анимацияны түсінетін адамдар естіп отырса, бұған таңғалады. Бұл үлкен ерлік шыны керек. Ал. Енді кеше Сатыбалды мырзаның сұхбатын бағана қарап отыр, мен өз кеше ғана келдім елге. Айтып отыр да, бұл жерде ешкімді кінәлауға болмайды. Қаржының кешігіп түсуі, министерствоның басқарымы солай болып жатыр, кинофондтан басшылардың ауысуы, министрліктің ауысуы деген сияқты. Әр жерде осындай проблемалар болып отырады да. Ал басшылықтар айтады, шығармашылық топ жұмысты уақытында істемейді дейді. Сен қалай мынау істейсің анандай жағдайда? Саған сен пәлен ай күтіп сарғасыңда, енді денең қызып жұмысқа кірісіп басқан кезде уақыт болады, отчет жабылады. Сен онымен ақша жоқ саған. Былтыр мына ең қиналған кезіміз былтыр 23. Августтен бастап ақша берілген жоқ.
біз негізі ай сайын істеген анимацияның секунд минутына дейін тактіне дейін санап өткіземіз. Міне мынша секунд анимация жасалды, мынша секунд анимация боялды, мынша секунд анимация композға қойылып жатыр. Ол деген енді инемен құдық қазғандай сондай бір қажырлықты қажет ететін жұмыс. Оны осы анимацияны түсінетін адамдар болса, бас аяғын жүрген адамдар болса жақсы түсінеді. Енді соған қарамастан да саған аяғыңа тұсау салып қойды, қолыңа кісен байлап қойды, артына қамшылайды деп. Чап дейді. Енді бұл қалай айтуға болады, қалай тілмен жеткізуге болады, қиналысты мысалы шығармашылықта. Сосын мен айтамын, балаларға, жалынамыз шығармашылық аниматор жігіттерге, анимация салатын художниктерге. Бітірейікші, тез етейікші. Түке жаңа жыл болды ғой. Жаңа жылда балаларымызға апаратын ақша берші. Августтен бір ақша алмады. Біз енді самбарды қой соның алдына шығармашылық. Осы мынау документін көтеріп алып. Біздің Ұлан деген продюсер ассистент болды жігіт. Сол күнде жарғы жақсымен қағазды көтеріп, Айдар Омаровтың алдынан шықпайды. Дағанса, біткенше қол қоймаған қағазға. Актілерге соңында қол қойған, қол қойып, есін жиып, енді түсінген кезде, уже кинофонд жақтан ақша қайтып кеткен. Осында жағдай болды. Енді өткенде айтып жатыр ғой, біз алдыңғы айдың осы 20 күні қол алысты қайтып кеттік деп. Келістік деді, кинопрокаттан түскен ақшаның бір бөлігін сіздерге беретін болыпты. Енді ол жерде тек қана алтын адамның мәселесімен жиналған жоқ жерге. Мынау қазақ фильмінің ішінде ашық алаңда жиналып жатыр екен. Киногерлерменен Құрманбек мырза кездеседі деді, кинофондтың басшысы. Енді ол кісімен мен кездесе алмай жүрмін ғой қанша уақыттан бері. Алдына яғни сіздердің мәселелерің бойынша жеке келген жоқ қой. Жүгіріп бардық, сөйтіп едік. Енді басқа киногерлер бар, режиссер бар, Рүстем Әбдірашев ағамыз бар екен, тағы басқа да режиссерлар отыр. Бәрі проблемаларын айтты. Сөйтті, бәрін тыңдады. Сосын кезек маған келген, мен айттым. Аға, алтын адам туралы проект білесіз ғой? Білемін. Енді осында жағдайда тұр. Фильм дайын әне. Сіздердің айтылған комментарийларыңыздың бәрі дұрысталды, жасалды. Енді бұл енді халықтың аманаты ғой. Бұл енді халықтың баласына ұсынылу керек болды. Итак, Мұзбалақ 2018-ден бері қаратай қанша жыл болды? 5 жыл, 6 жыл болды. Әлі бір полнометраж фильм шыққан жоқ. Тек қана алтын адам емес, алтын адаммен қатар жасалады деген фильмдердің бәрі сотта жатыр қазір. Бұл қандай жүйе? Айналып келгенде бұл жүйесіздік. Бұны жүйені қалыптастыру үшін бұл мамандармен сөйлесу керек. Ал ол кісілер кімді тыңдайды? Мүлдем анимацияда болмаған адам, мүлдем анимацияда жұмыс жасап көрмеген адам, бір сызық сызып көрмеген адам, сурет дегеннің не екенін, кейіпкер дегеннің не екенін, анимацияның қалай жасалатынын туралы білмейтін адамдар отырып ақыл айтады. Оған мен бір айғағым бар, айтқым келетін нәрсе. Ішіңді осы удай ашты осы мәселе. Ақан Сатаев мырзаның кезінде 2020 жылы осы фильм басталған кезде бір ақылшы келді. Құдай бәрін, дүниенің бәрін көрген білгіш. Аты Алмас Қосабаев қой дейме? Қырғызстанның азаматы. Сол креативный продюсер болып кетті. Бірақ ол кісінің жұмысы не деген кезде бүткіл нәрсе пікір айтуға құқылы екен. Жарайды, басшылық ұйғарды, жарайды. Сол кезде фильм басталған кезде 5 продюсер болды. Менің художникімнен продюсерім көп. Яғни жұмыс жасайтын адамдарыңыздан басшы көп. Ақылшы көп. Саған жол көрсететін адам көп. Екі мәселе болды менің жаныма қатты батқан. Оның бірі жазылған сценарий туралы өзгертулер болды, жарайды, оған келісеміз. Көппен отырып, эксперт кеңеспен отырып, маған қайта жаңа сценарий жазу керек болды. Оны жаздық. Енді бұл жердегі адамның екі аты болды. Бірі бас кейіпкер Аңқыл деген жігіт. Осы алтын адам. Бала кез. Енді екіншісі оның жанындағы досы Серігі Жұпар деген қыз. Осы екеуінің атын ауыстыру керек деді. Мен не үшін ауыстыру керек? Бұл ат, бұл екеуінің Аңқыл, менен Жұпар. Жұпар аңқиды. Дұрыс па? Бір үйлесімділік бар. Бұл атты мен мың ойланды, мың толған жүріп тапқан ат бұл. Енді ол не үшін ауыстырамыз деп сұрақ қойған кез айтады. Жұпар деген, орысша жопа деген сөз. Ертең жопа деп мазақтайды дейді. Сонда мен айттым, осы үшін бүткіл қазақтың тілін, қазақтың атауларын ауыстыру керек па? Енді абсурд қой. Аңқыл деген аңғыл деген ағылшынша аға деген
атпенен келеді, сол үшін екеуін ауыстырып басқа ат қояды. Оны Сатаев айтып отыр ма? Сол кезде Ақан Сатаев айтты ма осы нені ауыстыру керек жопа деген сөздердің бәрін? Кім айтып отыр? Жоқ, біріншісі бағанағы Алмас Қосабаев айтты. Алмас Қосабаев. Иә, содан мен шырылдап Ақан Сатаевтың алдына бардым, осы кісінің алдына. Барған кезде айтты, оны мен ұйғардым деді. Сосын мен келіспейтінді айтты сол жерде. Сондай осындай әңгімелер болды. Осындай қиянаттар, мысалы, сіз ойлаңыз, сіз жұмысты алдыға жүргізу үшін, мысалы, сұрақтар қойып қойылса, әрбір сұраққа жауап берсең, ойың шашыраса, сен кедергі ма ол? Кедергі, иә. Енді бұны мен әр адам әртүрлі түсінеді, санасына қарай түсінеді. Шығармашылық адамдар түсінеді деп ойлаймын. Санасы бар адам бұны түсінеді, мұндай жағдайды. Ал енді маған бәрібір болса, период алдыға кете беретін едік. Ой, аңқыл қоясың ба, маған десе, асан қоясың ба, үсен қоясың ба деп мен кетсем кете беретін едім. Ол не үшін? Ол шығармашылық жұмыстың сапалы шығу үшін. Яғни сіздерге берешек ақша бұл жерде қанша болып тұр? Мысалы қараңыз, фильмнің бюджеті 378 миллион теңге. Енді оның жартысы жоқ деп есептеңіз. Не үшін? Налог бар, пенсионный фондқа кетеді. Анау страховка дей ма? Соған кетеді. Сосын Қазақфильмнің алады 15% бар. Студиялық шығын анау мынау. Қазіргі күннен сіздерге қанша берілмей қалды ақша? Енді бұл айтып отырмын, былтыр августтен бастап 86 миллион теңге қалды деді ма? 88 миллион қалды деді ма? Вот соны берілген жоқ. Оның 41 миллионы ғана біз мамандарға берілу керек екен. Енді қалған ақшасын мен білмеймін, бағанағы прансетіне мынаусына кететін шығар. Иә. Енді Азамат Сатыбалды сұхбат барысында тағы да мынандай бір мәселе айтты. Бұл адамдар сіздерге қатысты деп ойлаймын. Енді өйткені сол жерде наразылықтың басқасында жүрген Ерлан аға екеуіңіз. Бұл жердегі мәселе негізі алтын адамға да байланысты емес. Бұл жердегі мәселе бұл наразылыққа шығып жатқандардың басқа деді. Өйткені 500 миллион теңге анимацияға бөлінген кезде маған бір екі адам келді деді. Атын айтпаймын деді. Солар екеуі қызмет сұрап келген, мен оларға қызмет бермедім деді. Сосын осындай нәрсе ұйымдастырып жатыр. Анимацияны қалқаны етіп деді. Бұл мәселеге бұл сөзге не айтасыздар? Енді бұл жерде бірден айтып кету керек. Бағана Ерлан аға айтпақшы, біз анимация саласына көшеден қаңғып келген жоқпыз. Біз оқуын оқыдық, артымызда жасаған жұмыстарымыз бар. Осы мынау қазақ анимация деп отырмыз, қазақ фильм ішіндегі бүкіл анимацияның құрылуына бәріне түрткі болғаннан біз негізі аяғына қойып отырған қазір. Иә, ол жаңағы жасырып атын атамай отыр, кім келді деген сияқты, бірақ мен оны ашық айта беремін. Мен бардым, Азеке дедім, жаңағы бізге осы міне анимация, қазақ анимациясы бірлесіп құрылып отыр. Осыған жаңағы 2 жыл болды ғой фильм жасап жүргендеріне. Алдында 20 жасады, содан кейін былтыр 10 жасалды. Енді биыл тағы да тапсырыс түсіп отыр. Оның құжаттарының бәрі қол қойылды. Енді бұған көркемдік жетекші болуға мен өзім қызметін ұсына бардым. Айтты, мен енді қанша болған менде 15 жылдан аса тәжірибем бар. 15 жылдан аса істеген фильмдерім бар мысалы. Мен көмегімді көрсетейін деп, ол жерде қаражат туралы, ақша туралы, жалақы туралы әңгіме болған жоқ. Мен тек қана өзімнің немді тәжірибеммен бөлісейін. Фильм жасауға көмектесейін деп, көркем жетекші болуға бола ма деген кезде жоқ, мен оны шешім шығара алмаймын, министрлікпен келісемін деді. Жарайды, сонымен әңгіме доғарылды, тоқтады. Ары қарай оған ешкім барған да жоқ. Енді біреу қорқытты деп отыр, енді біреу кім қорқытқан білмеймін, енді менің атынан біреу қорқытпаса, мен оны қорқытқан жоқпын шыны керек. Содан ең күйініштісі осы міне 2 апта өтті ғой, жаңағы шу басталғалы, бүкіл пресса, бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарының бәрі жар салды, бүкіл Қазақстанда бәрі байқалап отыр. Бірақ осы күнге дейін ең таңғалатыным, әлі де бір рет осы топпен жинап алып, осы Қазақфильм басшылығы бір рет жиналып әлі бір түсіндірме кездесу өткізген. Яғни сіздермен бір мәмілеге келген жоқ әлі, бір жиналып. Әлі мәміле жоқ. Сондағысы жаңағы интернеттегі жазбадан көріп отыр бәрі. Ана балалар маған хабарласады, не болды, немен бітті деп. Мен айтам, қандай шешім шыққан әлі белгісіз. Біз интернеттен ғана көріп отырмыз дейді, жаңағы кімнің Фейсбукта жазбасынан кинотеатрға шығарамыз, кинотеатрдан ақша табамыз деген. Енді әрине бәріміз білеміз. Бізде кинотеатрдан кіріс табу деген өте қиын. Мүмкін емес деп айтуға болады. Өйткені оған жарнамасына ақша керек, анасына керек, мынасына керек. Содан кейін жаңағы бұның тапқан табысы әлі де бөлінеді іштен. Сонда жаңағы Тұрдыбек айтып отырған 41 миллионды қалай шығарады? Ол үшін қандай кіріс болу керек? Мәселе сол жерде. Бірақ бұл жерде байқалады, бұл кинотеатр деп жаңа созып, осы әңгімені соза беріп, бұл істі құрдымға кетіп қалама деп қорқып отырмыз. Сондықтан біз осы жерде мұқият болуымыз керек. Және де бұл енді біздің өз тарапымыздан, киногерлер одағының тарапынан біз осы киногерлердің жаңа мұңын мәселесін әрі қарай көтеруге бармыз. Уәде берумен мына құтылғысы келеді да, бұл өзі мына
Назарбаев заманнан қалған бір дәстүрге айналды ғой. Әйтеуір ұқит-сұқит уәде беріп құтылып кету. Ана әлгі анекдот бар ғой, не эшек өледі, не патша өледі, не қожаласы өледі дегендей. Соны айтып біреу болар деп, бұлар қандай жағдайда болсын, осындай негізсіз уәде береді. Жаңа енді кинотеатрдан ақшаларымды алып беремін деген бұл тағы бір абсурд. Біздің тәжірибемізде мысалы 2 толық анимациялық фильм түсірілген. Ол екеуі де ештеңе жиналған жоқ. Жақсы түсірілді, қазір бәленбай миллион просмотр бар мына YouTube арналарда. Бірақ мына кинотеатрлардың жүйесінде ол көрсетуге мүдделі адамдар отырған жоқ. Олар оны 4-5 күн қояды, алып тастайды. 4-5 күнде ол бізде 50-60 ғана кинотеатр, олар не жинайды? Бұл да бір абсурд нәрсе. Ол түгілі мына соңғы күн деген ұлт-ұстаз Ахмет Байтұрсынов туралы фильм түсірілді ғой. Оның мына несі 1 миллиард болды, 1 миллиард теңге болды кеткен, жұмсалған қаржы. Азамат сонда мына Ахмет Байтұрсыновтың рөлін сонда да білесіздер, сол актердің өзі сол кезде 39 миллион теңгеден аса қаламақы алып отыр. Бірақ кинотеатрларға көрсетілді, сондай үлкен жардамамен, дайындықпен келіп көрсетілген өзі сол 8 миллион теңге жинаған. Ал енді бізде мына продвижениеге ақша салып отырған жоқ қой. Мына фильмді көрсету үшін оның жарнамасы болады, оған ақша бөлінеді. Голливуд мысалы неге көп касса жинайды дейміз. Ол фильм түсірілді, мына түсірілімге өз алдына соның деңгейінде сол 30-40% оның продвижениесіне кетеді, жарнамасы кетеді. Ол үлкен, ол да бір, бізде ол жоқ қой. Сосын кинотеатрлар бізде жекеменшік қолда болғандықтан, ол да бір абсурд нәрсе. Міне осы тұрғыдан келгенде бұл жерде басшылық тағы алдап отыр аниматорларды. Ой, соны анан алып алады да, бұлардың қолында ғой енді қазір мына атқарылған проекті, кино, фильм, жаңағы анимациялық фильм. Оны алып алғаннан кейін олар жауап бермейді сөзіне. Ертең ол түк те жинамайды. Сосын бұлар тағы шулап қалады. Енді болмай қалды, енді істейміз дейді. Болды. Ұқит-сұқит кетті, бітті. Ал еңбек өтеусіз қалайын деп отыр. Енді Азамат Сатыбалды сұхбаты барысында қазір күнде жалпы қазақ фильмде ақша жоқ деді. Жұмысшыларға премия бергім келеді, бірақ бере алмаймын деді. Өйткені бізде ақшаның жоқтың кесірінен ең төмен айлыққа жұмыс істеп отыр деді. Жалпы алдағы уақытта бұл мәселені жолға қойып, ақша берем, премия берем, бұлардың жағдайы жақсы болады деді. Жалпы сіздер осы қазақ фильмінің ішіндесіздер ғой жалпы. Қаржы мәселесі қалай? Айлық мәселесі қалай сіздерге? Штатқа байланысты айтып отырмын. Енді Азамат Сатыбалды сонда айтыпты, қазақ фильмінің 1 миллиард 200 миллион қарызы бар. Мен соның 700 миллионын төледім. 700 миллион қалды дейді. Енді мен білмеймін, бұл қандай қарыз? Бұл енді оны бірақ құжаттармен дәлелдеп көрсетпейді. Ал енді 2019-да мен білемін, қазақ фильмінің шотында 600 миллион теңге бір бөлек жатқан, сосын 2 миллион доллар бір бөлек жатқан, ана ненің фильмнің ақшасы. Соның сол 2 миллион доллар деген доллар үлкен ақша, жаңағы 600 миллион да жатқан, ол да жоқ. Сол аз уақыттың ішінде пандемия болды, ана болды, мына болды, бірақ қазақ фильм аяқ астынан жаңағындай үлкен қаржыға кіріп кетеді. Мен енді оны үйтіп атым, бүйтіп атым дейді. Бірақ мына нені ақшаның жағдайына келсек, біз шамалы тиын тебен аламыз. Оның өзін анимацияны айтсақ, біз 6 ай жұмыс отырамыз, сосын кейде 7 айға созылады, биыл 8 ай кетіп баратыр. Сосын бізге жаңағы мына 7 ай, 8 ай жұмыс отырғанымызға төленбейді ғой енді. Біз сол азғана тиынға тиынды қанағат етеміз. Ал енді бір ақша жоқ деп алады да, біз
біздің толқу болған күннің ертеңіне Азамат Сатыбалдың 2 вице-президенті бар. Біреу Айдар Омаров, біреу Назым Жабықбаева деген. Сонда біз жаңағындай біздің толқу болған күннің ертеңіне әр қайсы 1 миллионнан леш пособияны қалталарына салып алған. Яғни премия алған ба сонда? Премия 1 миллионнан. Ал енді бұлардың келгендегі жалақысы вице-президент ретінде 600 мыңның ар жақ бер жағында болған, 700 мыңға жетпейтін. Қазір бұлар 1 миллионнан төңірегінде жалақы алады. Өздерін жалақы қойып алады. Коллективпен ақылдаспайды. Ал енді Жапонияда білесіз, компания тығырыққа тірелсе, компанияның президенті басын иіп, жұмыскерлерден, қызметшілерден, мамандардан басын иіп кетіп қалады ғой. Жоқ, бұлар компанияға, мына кино мамандарға ақша бере алмаған сайын, өздеріне мына миллиондап ақшаны алып жатыр. Мысалы дейік, мынаның барлық құжаттар енді 2024 жылға дейін, наурыз айына дейін юрист Қаңтарбаев деген бұлардың 618 мың теңге айлық алып келеді. Сәуір айында оның жалақысы фантастикалық жылдамдықпен 1 миллион теңгеге бірақ көтеріледі. Ол осы айлықты сәуір айында да мұртын бұзбастан алады, 1 миллион теңгені. Сосын 3-ші маусымнан 7-ші маусымға дейін, яғни бір апта жұмыс істеп, 225 мың теңге алады. Оған қоса 900 мың теңге материалды компенсация, оның үстіне 426 мың 616 теңге отпускной, барлығы 1 миллион 551 мың 616 теңге қаржы алады да 10-ші маусым күні жұмыстан жоқ болады. Ал енді бұл көпе көрінді тонау емес пе? Олар не бітіріп жатыр, заңгері? Ана 2 вице президент не бітіріп жатыр? Мына шығармашыл адамдардың соңына түскеннен басқа. Жоқ. Аниматорлар, мыналар үйіне жаңа жылда баласына сыйлық апара алмай отыр. 8 мартта әйелін құттықтай алмай отыр. Үйдің қарызы бар, ипотека бар, оны жаба алмай отыр. Бұлар жаңағы жерде осындай қазақ фильм қаржылық тығырыққа тіреліпті деп жарыса алады да, өздері осындай миллиондаған қаражаттарды қалталарына салып алады. Мысалы, ал енді қазақ фильмге бәрін ақшаны беріп отырмыз дейді. Сөйтеді ғой. Қазақ фильмге де жұмыскерлерге де қойады. Қазақ анимацияға да бәріне түгелдей айлығын беріп отырмын дейді. Ал енді мынаған не дейсіз? 2023 жылдың қазан айында қазақ фильмде 160 қызметкер болады. Олардың айлық жалақысы 48 миллион 460 мың теңге болған. 160 адамның жалақысы айына. Ал енді 2024 жылы сәуірде бұл штат 29 адамға азаяды да, салдарынан 131 қызметкерге қысқарған мамандардың айлық жалпы жалақысы 49 миллион 208 мың теңгені құрайды. Көрдіңіз бе? Штат аншама қысқарады, бірақ 1 миллион теңгедей тағы да қосылады. Жалақы қоры өзгермейді дейсіз ғой, иә? Жалақы қоры өсе түседі. Штат азайған сайын. Сонда қарап отырғандай, қазақ фильм басшылығы осы қарапайым қызметкерлерді жұмыстан босату арқылы солардың есебінен өздеріне айлықтарын бір жылдың ішінде 2 есеге дейін, 2 есеге жуық көтеріп алған болып шығады. Сосын енді бір сұмдығы, осы жалақылар жарайды, енді 48-49 миллион болсын. Енді қазақ фильмге төлеп отырмын дейді. Сонда кімге төлеп отырсыз? Қазақ фильмде қазір бірде-бір киногер қалмады. Сол штаттағыларды айтайын мен сізге? Күзетшілер, сантехниктер, электриктер, еден жуушылар, заң бөлімі, бухгалтерия, әкімшілік қызметкерлері. Болды, тек қана жаңағы обслуживающий персонал. Сонда енді қазақ фильм онда не қылып тұр ол жерде?
енді осылай бола берсе біз мемлекеттің кино түсір деп берген ақшасын жай мына неге мына әкімшілік немесе жаңағындай шаруа адамдарға беріп отырсақ. Бұны бір деп қойыңыз. Енді қазақ анимацияға да айлығын төлеп отырмын дейді. Анимацияда қазір айлық төлеп отырмын дейді. Анимацияның қазір Айбеке Рахымжанова, сосын тағы бір қызымыз бар. Барлығы жоқ 3 адамға. 3 адамға, және ол толық емес айлық. 60 мың теңге төлейді. Оның өзін олар сәуір айынан бастап төлеген ба? Сәуір айынан бастап төлеп отыр қойдым, мен қазір қателеспесем. Мен әрі кетсе наурыз айынан дейікші. Сонда оның өзіне де жаңағы толық төлемейді. 60 мың теңгені ұстатып, 60 мың теңге ақша ма? Ана минимальный, ана күнкөріс өлмес үшін қайыршыға беретін ақша. Соны енді азамат сатып алды. Азамат басымен қалай мен анимацияның айлығын беріп отырмын деп айтады. Жаңа 3 адаммен. Оның ішінде Тұрдыбек те жоқ, оның ішінде редактормен де жоқ, оның ішінде мына көркемдік жетекші де жоқ, оның ішінде бір сурет салатын адам жоқ, оның ішінде бір жоба жүріп жатқан жоқ қой. Міне осының бәрі бізді ойландырады. Бұлар енді өздерінің сөздеріне өздері есеп бере ме? Азаматтың әрбір сөзіне қарап отырсаң, милиция керек. Кәдімгідей. Енді біз қолымызда мына құжаттардың бәрі тұр ғой. Ішінде біз отырмыз ғой. Осы қалай түсінуге болады? Енді осы жерде мен онда айта кетейін, Ерлан аға. Жаңа сіздің бүкіл айтқан фактілеріңіз бәрі негізі о баста заңдылық тұрғыдан тексерісті қажет етіп отырған нәрселер екен. Ол мына мемлекеттік аудит қызметі бар, мәдениет министрлігінің аудит қызметі бар, прокуратура бар. Негізі енді бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да өтініш жасауға болады негізі заң бойынша. Сондықтан мен осы жерде мүмкіндікті пайдаланып киногерлер одағының атынан осы құзырлы органдарға осы фактілер егер дәлелденсе, онда осы фактілерді тексеріп, аудит жүргізіп, осы фактілерді бетке шығару керек. Өйткені енді Қазақфильм біздің бәріміздің қара шаңырағымыз ғой енді. Ол деген қазір кризистік жағдайда тұрған күннің өзінде, егер шынымен де жаңағындай 1 миллион сыйақы, 2 миллион сыйақы деген сияқты бірдеңелердің бәрін бөлдірген болса, онда ол заңсыздық. Ол жаңағындай заңдық тұлғалар, заңдық органдар бағасын берсін, тексеріп бағасын берсін. Онда біз әлі де қағаз түрінде не жасаймыз, хат жазамыз осы органдарға. Осы ұйымдар осының бәрін тексерген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл деген шынымен де егер дәлелдері бар болған күннің өзінде, бұл шынымен Қазақфильмді тонауға келген бір топтың әрекеті деп бағалауға болады. Сондықтан тексеріс қажет етеді бұл жерде, сондықтан осыны қаперге алып отырайық. Сосын тағы бір нәрсе, мынау Қазақфильм алдында болған даудың кезінде бір мәліметтер айтылды ғой. Сол кезде жаңағы көшеге шыққан аниматор мамандардың жалақысын бермей, бірақ үкіметке салығын төлеп тастады Қазақфильм деген бір мәлімет шықты. Ол рас екен, біз оны тексеріп көрдік. Шынымен сондай болыпты. Ендігі мәселе осы әрекеттің осы шешімді кім қабылдады? Ол қабылдаған шешім заңды ма, заңсыз ба? Ол заңды болса, оны ары қарай жаңа жалақысын қай уақытта беру керек тиісті деген сияқты бір келісім шарттарда бір шегі болу керек қой. Заңсыз болса, оны кім тексереді? Оны кім жаңа жауапкершілігін кім арқалайды, кімнің мойнында деген сияқты осы бір мәселелер бар. Бұл таза жаңағыдай енді заңгерлердің айналысатын мәселесі. Біз енді заңгер емеспіз, біздің шығармашылық адамымыз. Бірақ біздің ойымызша енді бұндай мәселелер мынау Қазақфильмнің практикасында болмаған сияқты, тәжірибесінде. Жаңағы Қазақфильмнің аниматорлардың салығын төлеп тастап, пенсиондық жаңағы зейнеткерлік қорға жіберіп, бірақ жалақысын төлемей қою деген, ол да айтқанша енді бұл енді заңдық тұрғыда бір болсын бағасын беру керек болсын десе. Неге олай істейді? Түсіндік қой, бұл белден басу заңды. Өйткені үкіметтен құтылып алып отырды. Үкімет оларға айтады, не болды мынау, салық қайда себеп төледік қой дейді. Мыналар екі саусағын мұрнына тығып отыр. Жолы мемлекеттің ақшасы ғой. Ол қандай олардың құқықтар, правалар бар. Жаңағындай олар ауырып қалды ма, аниматорлармен соғысамыз деп жаңа. Ертеңіне 1 миллионнан ақшаны қылдай бұрып, екі вице-президент қалтасына салып алады. Құжат бәрі тұр. Бұл деген енді мен білмеймін. Бұл енді Қазақфильмге жанашыр адамдардың әрекеті ме? Жоқ, әрине. Олар өйткені Қазақфильммен мына бітек айнасы бірге іспан адамдар.
біз енді жаңа айтып отырмын ғой, біз мына менің еңбекке қабілетті өмірімнің жартысын осы Қазақфильмге бердім. Өйткені Қазақфильмге менің моральдық жауапкершілігім бар. Өйткені мен сол анау 2010 жылдан бастап анимацияны қолға алғанда мен келдім мысалы. Соның бәрі менің қолыммен, жаңа Жәкен Дәненовтың қолымен құрылған. Одан кейін мына Адаймен осы Тұрдыбек, мына жаңа, мен айтам, мына жаңа замандық анимацияның бастауында, мына Әмен Қайдаровтың бір заман өз алдына. Бірақ жаңа заман анимациясының бастауында осы екі тұлға тұрады. Мен оны ресми түрде айта аламын. Өйткені мен бұлардың қалай анау жүргенікті бітіріп келіп, қалай анимация жасаған бәрін, жанкештік ниеттерін бәрін көрдім. Мынау Тұрдыбек денсаулығына дейін беріп отыр. Сол күні түні жұмыс істеймін деп. Ешқандай норматив сақталмайды. Өйткені 4 ай қалады фильм тапсыруға, ал оған 9 ай берілу керек. 9 ай норматив бойынша. Бұл өз анау заманда үлкен ғылыми мына дәлелдермен ғылыми негізделіп жасалған нормативтер. Бір фильм, қысқа метрлі анимациялық фильм жасау үшін 9 ай уақыт. Жарайды, 8 айға сүрейік. Қазір енді компьютер кішкене көмектеседі. Жоқ, 3-4 айда сценарийда жазылу керек, раскадровкада салыну керек. Үлкен процесс қой. Бұл үлкен процесстен тұрады. Оны астыра алмайсың. Біздің мына жастар алда ауруы батыр. Осындай мына жауапкершіліктің салдары соның бар. Осындай өзім білемдік, әпербақандықтың, кім көрінгеннің жаңағы білмейтін адамдардың келіп, жаңа екі вице-президент алайық, екеуі де киноға қатысы жоқ адамдар ғой. Екеуінің де киноға қатысы жоқ. Біреуі бір жерлерде заңгер болып істеген, анау біреуі госзакупщик болып жүрген адам. Сол бір топтар осыларды итеріп отыр. Өйткені ол жаңағы осылар арқылы ойлайды, Қазақфильмде бір миллиардтар бар, соны өзіміз шетінен кетіп жаңа жеп отырамыз деп ойлауы мүмкін. Осындай мейірімі жоқ, осындай бір шығармашылық потенциалы жоқ, таза осындай де адамдарды мына былай айтқанда зорлықшылар адамдарды, коллективтің жағдайымен санаспайтын адамдарды билікке алып біледі. Көрдіңіз бе? Әйтпесе ол Қазақфильмде олар жұмыс істеу мүмкін емес. Ана 512 мет, мына еңбек лауазымға лайықтылықтың бір ережесі бар ғой, 512 мет нөмірі үкіметтің. Сол бойынша қарасаң, мына азаматтың маңайындағы орынбасарлардың бірде-біреуі сол неге келмейді, шарттарға. Толмайды ол несі, өйткені мүлде басқа жақтан келген. Ал вице-президент, өндіріс жөніндегі президент, ол өндіріс білу керек. Ол мысалы жаңағы Айдар Омаров деген бір күн мына түсірілім алаңында болмаған адам. Мына менің түсірілім алаңында бәленбай жыл жүрмін. Мына ұлы фильмдердің бәріне қатыстым. Мына менің қолыммен жасалды. Анау қазақ хандығы, атақты тарихи фильмдердің барлығы, Құнанбайға дейін мен қатыстым. Сол қыста үскірік аязда, жазда аптапсықта жүріп, денсаулықты да бердік. 10 000 бет менің осы Қазақфильмде жазған дүнием, 10 000 бет. Редактор ретінде жаңа сценарийім бар, редакциялағаным бар, басқа аудармаларым бар. 10 000 бет еңбегім жатыр мен компьютерімде. Мына көзді бердім. Сонда мен қалай Қазақфильмге жат боламын? Олар кешегіде көшеден келе салады да, Қазақфильмді тазартамыз дейді. Кімнен тазартады? Тазартатын адам қалған жоқ. Қазір Қазақфильм бұрынғы нулы шығармашылық жүретін орны, жаңа Асанәлі, Әшім ағалар, Нұржамановтың бай, ақсақалдарымыз келіп, әңгіме дүкен құрып, мына Сатыбалды ағаларымыз мысалы кабинетін тартып алып, ол да құсап өлді мысалы. Осындай жауыздық мысалдарынан. Сатыбалды Нарымбеттің кімге жазығы бар еді? Оның аядай кабинеті болды. Соны осындай келді да тартып алды кабинетін. Арендаға береміз деп. Мен Құдайдың зарын қылдым. Жалғыз корифейге қалған, отырсын, ел келеді. Сонда әйтеуір Қазақфильмге есі қой, осы кісі отырса, енді жақсы, тамаша, одан Сатыбалды Нарымбеттің аты кім керек? Соған барады, бәрі, ой, Сатыбалды Нарымбетті көрді деп кетеді келген. Журналистер келсе де көрсететіміз сол кісі, енді басқа ешкіміз қалған жоқ. Соның бәрі мысалы қолымыздан енді өлтіріп алып отырмыз. Осындай жаңағындай әпербақандықтың кесірінен, осындай кісі сыйлау білмегендіктен, кісіліктің жоқтығынан. Ана өзі қарасаң,
мен таңғаламын. Жаңа осы келіп жатқан басшылар ойна келін істейді. Ойна келін істейді. Бұл тұрғыдан қарасаң, олар орыс сияқты. Орыс ойна келін істейді ғой. Ал енді былай ылдым-жылдым уәделі тұрмаушылық жағынан сарт сияқты. Абай айтады ғой, бет бергенде шырайың сондай жақсы. Қалай ғана бұзылды сарса сыртын деп. Сырты бұзылып қалады. Жаңа біресе былай бұлт өте қалады. Біресе былай бұлт өте қалады. Бір қазақы кісілік қасиет күтесің осылардан. Келіп жатқан басшылардың жоқ. Біреу дін қуып кеткен, біреу тағы бірден қуып кеткен. Сондай бірдемелерін жайнамазын сүйреткен біреулерді жинап алады мысалы. Ол енді ол өнер ордасы ғой, ол діни орда емес қой. Мешіт салсын, онда ана жаққа барып кетсін. Ол өнер. Өнер мен дін деген мәңгі антагонист. Ол басы қосылмайды екеуінің. Ол сенің басыңа дін кірді десе, ол шығармашылық тоқтайын. Одан соң сонда кет. Сен өйткені шығармашылық ортаны түсіне алмайсың. Ол ішіңде вирус кірді деген сөз. Жоқ, бұлар бұны түсінбейді. Көрдіңіз ба? Осындай келеңсіздіктер осы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында өкінішке қарай болып жатыр. Біз шырылдаймыз, біз жау боламыз. Жаңа Азамат айтыпты ғой, жаңа Қазақфильм жамандай береді деп. Ол дау ішінде шешілу керек деп айтады. Енді біз шешуге құмбыл болдық, ұмтылып бақтық. Қалай шешесің? Ештеңе жауап бермей, өйткені өзінен қол қою құқығын алып тастаған. Онымен қалай сөйлесесің? Мен ана қол қою құқығы бар деп, ана Айдар Омаровқа қайта бардым. Айдаржан, айналайын, сен мына шаруамен ойнама, бұл былай, бұл нәзік, өзі шетін мәселе, мынаны ушықтырма деп. Безірейіп ап, иә дейді, жаңа қазақша білмейді, өз еркін істей береді. Бұл жөнінен Қытай сияқты бұлар жаңағы. Ешқашан қарсы келмейді. Бір әйтеуір қазақтан ада бір топ келіп жатқандар. Ең соңғы қалған мамандарды жұмыстан шығарып, оның орнына қазақ киносында бір күн қызмет етпеген, мына әліппесі түсірілмалан ғой киноның. Соған бір күн шықпаған адамдарды алып кеп қойып жатыр. Мен айтар едім, Қазақфильмді солардан тазалау керек. Бізден тазалағанша. Оны ғой бізден тазалау ғой. Біз өзімізді ол тазалауға біз мұсыр емеспіз ғой. Тазалатпаймыз. Мен сізге мәлімдейін. Көрдің? Ол кім? Кеше ғана келеді Қазақфильмге. Біз Қазақфильмге өмірімізді беріп отырмыз. Менің фильмографиямды көріп көрсін. Біреуінің фильмографиясы жете алмайды. Мен 3 киноның 3 саласы бар. Көркем фильм, деректі фильм, анимациялық фильм. Мен үшеуінде де істедім. Үшеуіне де 4 өктім. Сен ана тарих фильмдерді қалың көрермен куә. Қаншама солардың диалогтарын бәрін мен жаздым. Бәріне мен редактор болдым. Олы фильмдер түсіріліп жатқан Қазақфильм осы уақытқа дейін. Қаншама деректі фильмдер жасадым. Мына соңғы 15 жылдағы анимациялық фильмдердің барлығына мен редактор болып отырмын. Өйткені мен білем. Анимациялық тілін білем. Деректі фильмнің тілін білем. Көркем фильмнің тілін білем. Үшеуінің тілі 3 бөлек. Киноның тілі деген 1 бөлек. Ол сізге әдебиет емес. Мен соны меңгерген адам. Мен өмірімді арнап отырмын осыған. Енді кеп бұлар дейді, анимацияға, киноға қатысы жоқ адамдар дейді. Бұл сұмдық қой. Осындай адамға кінә тағуға, жала жабуға бола ма? Осындай басшы бола ма? Өздерің айтыңдар, айналайындар. Тағы бір мәселе бұл жерде тексеруге байланысты. Басында наразылыққа шыққанда айттыңыздар, анимация бөлімін қазір жауып қойды, тексеріс жүріп жатыр, ішінде қудалау басталды дедіңіздер. Азамат Сатыбалды берген сұхбатында ешқандай тексеру болып жатқан жоқ. Енді бұл тексеру болған күннің өзінде ешкімді қудалаған жоқ деді. Бірақ сол жерде наразылық болып жатқанда жасы 80-ге келген Тамара Мұханова, қателеспесем, аниматор, режиссер, сол жерде бізді қудалаған кезде қызметкерлер жылады деген мәлімет айтып қалды. Жылатып қуып шықты деген. Енді бұл жерде қаншалықты рас? Көзіме көргенде айтайын енді. Мен өзім сол жерде болдым. Келсем біздің жаңағы сол жерде отырған қыздар бар, жігіттер бар, 4-5 адам далада жүр екен. Не болды десем, бізді жаңағы Қазақфильмнің қауіпсіздік бөлімі адамдары келіп, бәрімізді жаңағы заттарымды алып үлгерген жоқпыз дейді. Ішіне бәрін тастап, далаға қуып шығып, ішіне есіктің бәрі құлыптап алды дейді.
Енді біз аттарымызды ала алмаймыз, не кете алмаймыз, не істетімізді білмейміз, сол телефонымыз алып қалды деп кәдімгі ана жерде зар қағып тұр. Жылағандар да болды оның ішінде, көзіммен көрдім мен. Содан жаңағы сөйлестік, вице-президентпен сөйлестік, неге деп едік, олар айтады, оның ішінде жаңағы 6 адамның ақшасын ала алмай жүрген балалардың өзінің бір жұмыстарын жасап жүрген бір мәлімет келіп түсті, соны тексеріп жатырмыз. Былай айтқанда левый сырттың бір тапсырыстарын істеп жатыр дейді. Мен айтамын, сендер өздерің қарызсыңдар ғой балаларға. 1 жылдан аса уақыт өтті, әлі ақшасын бере алмай келатсыңдар. Олардың үйінде компьютер жоқ, олар не істейді? Келіп рұқсат бере бермейсіңдер, отыра берсін, жарайды, тексере бер. Ешқандай әңгіме жоқ. Азаматқа кірдім, осы әңгімені айттым. Ертең бұлар ертең шығамыз деп отыр, көтерілеміз деп отыр, не істейміз? Шешейік мәселені. Тексере беріңдер, сендердің құқықтарың бар. Бірақ ана адамдарды орнынан қуып шығудың ешқандай сендердің құқықтарың жоқ. Өйткені бұл жерде біз 2009-дан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Өмірі бір рет те бұны тексеріс болып көрмеген. Бірде бір қалам, бірде бір жаңағы қағаз жоғалып көрмеген анимациядан. Қанша адам келіп кетіп жүр, қанша жұмыс жасап жүр. Демек бұл жерде тексерістің ар жағында басқа бір нәрсе жатыр, басқа бір мақсат жатыр. Сондықтан осы мәселені әлі де міне осы күні кеше ғана барып көрдім, әлі есіктері ашық, бірақ кілттері жоқ. Адамдарды әлі кіргізбей жатыр. Материалдары бар, жұмыстары бар деген сияқты заттар. Одан кейін менде бір сұрақ туындап тұр да, Тұрдыбек мырза, сізге. Жалпы аниматорлар қалай күн көреді? Қалай күн көріп жатсыздар? Енді мынандай сіздерге ақша бермей жатса, таксовать етіп жүр, паркте сурет салып жүр. Содан кейін мынау қазір балапан телеарнасы енді жыл сайын тоқтаусыз олар бір үрдіспен бір қалыпты түрде анимацияны жұмыс жасап жатыр ғой. Бірақ енді ол жақта бюджет аз, бірақ сол тиын тебенге сүйеніп сол жаққа жұмыс жасап сөйтіп күн көріп жүр. Иә. Шетелге кетіп жатқандар біз. Енді тағы бір жері қазір мынау онлайн ғой. Онлайн жұмыс жасайды да, мықты мамандардың бәрі шетелмен жұмыс жасап жатыр. Оның ішіне шақырып әкеле алмайсың қазір. Шетелде жақсы төлейді, еще уақытында төлейді. Артық әңгіме жоқ. Ол саған тапсырманы береді, сен жұмысын істеп бересің. Болды, ақшаң шотыңа түсіп тұрады. Үйінде, кабинетінде жақсы компьютерін алған, кондиционер қосулы, жақсы кабинетінде отырып, шетелмен жұмыс жасаған мамандар көп. Енді қараңыз, бізде жүйе енді быт-шыт былай айтқан кезде. Бір тоқтайды, бір жүреді, бір басшы ауысады, екінші басшы келеді. Ол сені ет түсінбейді, ел шаруаңды шешпейді, сөйтіп жатқан кезде біз қаншама штатқа, грантқа оқытқан мамандар, өзіміздің қолымызда аниматор болып жұмыс жасаған жақсы художниктер, анимация салатын мамандар шетелге жұмыс жасап кетіп жатыр. Иә. Енді біз енді қанша жылдан бері жұмыс жасап, бірге жұмыс істеп, кішкене бауыр басып, аға бауыр болып, аға қарындас болып үйреніп қалғандарды алтын адам жұмыс жасаған кезде, мысалы августтен бастап, анау міне әлі дейін, былтырғы августтен бері қарай бір тиын алған жоқ балалар. Солардың бағана айтып отырған, міне жерін жөндеп жібер, әне жерін бүйтші, мынаны қайта салайық дегенде, олар анау Әміржан ағамызда да күн бұлт күндер келеді маған. Себебі күн ашық күндер ана паркте отырып сурет салу керек. Күн ардагері. Күн ардагері. Мен Қайдардың шәкірті. Ал күн бұлт күні барайын дейді де, күн бұлт күні келіп, ана компьютерге келіп, менің айтқан заданияларын жасап береді. Енді ақшасын қашан бересіңдер дейді. Айтамыз. қалған күндері ол кісі көшеде сурет салады. Енді қазір сөйтеді ғой, енді басқа енді нан табу керек қой, нан табу керек. Иә. Анау астында бір машинасы барлар таксовать етеді. Енді сөйтіп күн көріп жатыр шыны керек. Иә. Енді бұл жағдайды осы күнге дейін сұрап келген ешкім жоқ. Сіз ғана сұрап отырсыз ғой. Қалай күн көреді деген сұрақ. Егер осы азаматтың дегені болып, мынаны хиттаса болды, ол басқа анимация келеді. Мен әне айттым ғой, мына шешесін танымайтын космополиттер қазір мына ұлттық түг жоқ. Солар келеді, одан кейін оны сіз қайдан жинай алмайсыз. Олар неше түрлі көрсетеді, неше түрлі сізге салады. Одан кейін тағы шу болады. Одан кейін олар да күресіп жатыр өзінше. Осындай біз қазір жалпы анимация 2018-ден кейін біз дағдарысқа түстік. Өйткені 2018-де біздің бір шарықтау шыңымыз болды. Осы Күлтөгі мен Мұзбалақ 2 толық метрлі мультфильм жарыққа шықты. Екеуі де көрермендер тарапынан керемет жылы қабылдады. Содан кейін бізде күрт мына соққылар беріле бастады. 5 толық метрлі анимациялық фильм сотта жатыр қазір. 5-еу.
бұлар біздің балаларды соттап жатыр. Олар ана ол өзінде ит болсын азық дегендей, олар ана өздері солай ойлайды ғой, өздері мына біз сотқа бергендер өздері таза емес, өздері қылмысқа жақын болғандықтан қалған елде солай ойлайды. Кез келген жобадан олар бір қылмыс көреді, сосын оны соттатады. Тіпті бір сұмдық болған ана нені соттағанда, мына Ділшат пен кімнің фильмін соттады ғой. Сол жаңа 5 фильмнің ішінде Алтын адам да бар. Алтын адам, сосын мына 5 толық метрлі фильм, экранға шығатын фильмнің 5-еуі де сот. Иә, сонда бір сұмдық топтар жұмыс істеп жатыр ма деп ойлаймын. Өйткені толық метрлі фильм ол үлкен біздің балаларға рухани азық қой. Сол 5 фильмнің де қанатын қырықты. Сонда жаппаған жаласы, жақпаған күйесі жоқ. Сонда мынау мен сол кезде эксперт кеңесте отырмын, мына біздің ұлттық киноны қолдау орталығының. Сонда мен таңғалғаным, сол жаңа кімдер, Қосыбаевтар мына эксперт кеңесті алып тастап, басқа кеңес жалдады ғой, басқа эксперт жалдады ана жала жабу үшін. Ол енді алтыда бычыт қылды, ол ана бала болып бітпеген шарана ғой, жаңағы эскиздер ғана жасалып жатқан. Сол жаңағы шарана болып бітпеген фильмнің сұлбасына неше түрлі жала жауып, ақыр қазір 5 фильмнің қазір енді 3-еуі сотталып кетті да, сондай ма? Нәтижесінде көріп, студиялар күйреді, адамдары жұмыс қалды, фильм жоқ. Бұның ар жағында адам тағдыры ғой, бұның ар жағында суреткерлердің тағдыры ғой. Олар өзін мына шығармашылық адам ретінде дәлелдегісі келеді, өзінің бір арман мақсаттарын аниматор ретінде жүзеге асырғысы келеді, режиссер ретінде. Қазақ баласы сонда кімнен кем? Неге біз оларды сотқа ала жүгіреміз? Неге бір компромисс болмайды? Неге біз оларды осы балалардың болашағын соттауға құмармыз? Шығармашылық адамнан сұрау керек қой, мысалы. Бұл қалай болып жатыр, қалай болып жатыр, қанша уақытта бітіресің? Мына фильмнің деңгейі үшін сізге тағы не қажет? Деп сұраса ғой шіркін. Енді сен сол жұмысты жасап, анау ішіңдегі рухани балаңды халыққа ұсынған адамсың ғой. Жоқ, олай емес. Сенен өйтіп ешкім сұрамайды. Сен одан сұрайсың, қашан бітірем? Уақыт созшы ағатай. Мынау бітсең, мынау қол шолақ болып қалады, мынау бір көз соқыр болып қалады. Мынау шала жансар болады, мынау рухани балаң қазір. Оны бір толыққанды балағып шығарайық, сол үшін маған уақыт беріңіз десең. Сол, уақыты жоқ, уақыт ақшасы жоқ. Оған қарамастан біз қырдық, біз жойдық деп айтып атқандар енді адам жанына батады. Мысалы, мен Мұзбалақты жасаған кезде, енді өзімнің басым өткен процесс қой, негізі Мұзбалақ халықтың көңілінен шыққан фильм. Қайда барсам да, осы Мұзбалақтың режиссері екен дегенде, ой деп бетін бұрып қарап саған дұрыс сәлем береді. Енді сол кезде біз тоқтаусыз жасадық қой. Басында біз алғашқы дайындық кезеңнен кейін тоқтап қалдық 6 ай. Одан кейін енді ана Бақыт Қайырбек Қапуұлы Бақыт ағамыз, ал разы болсын ол кісіге. Сол кісі бүткіл шаруаны сол кісі шешіп берді. Яғни ол кезде тоқтаған жоқсыз? Тоқтаған жоқ. Ол кісінің маған келіп, мен әзір өзім қайран қалам. Осы 2016-да ма, 15-те ма, күзге қарай уақытта шақырып алып сұрады. Әй, Тілек екеумізден, сендер мына фильмді министр айтып жатыр, жаңа жылға дейін бітір деп. Сентябрьде ғой деймін. Бітіресіңдер ме? Бітіре алмасаңдар, фильм сендерге тимей қалуы мүмкін деді. Біз айттық, бітіреміз дедік. Онда жоспарың жазып кел деді. Жоспарымызды жазып алып келдік қағазға. Ағаның алдына қойдық, бақты. Көріп алды да, ал жақсы бара беріңдер деді. Содан кейін ол кісі не істеді? Білікті басшы деген. Алды да сол біту мүмкін емес екен үйсек. Біз енді анау алғаш енді полнометражный режиссер болып жатырмыз, жоспар жасап жатырмыз ғой, бүйтеміз, ана жақта адамдар көбейтеміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп. Ол кісі алды да, жоқ, тағы 1 жыл қосты. Өздері қосып берді. Өзі ана кісі алып бәрін шешіп қойып, шешіп қойды. Ол кісі мен іштей риза болдық. Кейін ойладым, ол кісі кезінде алғаш Қазақфильмге келіп жұмысқа тұрған кезде анимацияның Ерлан аға редактор болған екен. Ішкі кухнясын әптен көрген екен. Оның азабы менен тозағын біледі екен. Сонда
біз жаспыз, жас режиссермыз, алқынып тұрмыз, шапқалы әкел деп, бер деп. Соны көрді де, үлкен кісі, тәжірибесі бар адам бізге ал енді шап деді да, шабатын майданын жасап берді ғой. Содан мұзбалақ сондай шықты. Вот көрдіңіз ба? Осындай басшы керек. Шығармашылықты осындай деңгейде ішінен түсінетін адам керек. Отчетқа емес, ана жерде қандай саған не керек, не керек болып жатыр, не кем болып жатыр, сыртынан бақылап, қажетіңді алдынан шешіп, уақыт сұраймысың ба? Уақыт бер. Біз көбінде ақша сұрамаймыз, біз уақыт сұраймыз жұмыста. Біз өйтіру ай сайынғы жеп ішетін тамағымызбенен уақыт сұраймыз. Біз шығармаға сөйтіп кіріп кетеміз. Мен мұзбалақ жасаған кезде 20 күн қазақ кабинетте шықпаған күндерім болған екен. Сондай отырыспен Ерлан ағалар көрді ғой, мынау одеялды бүйтіп беліме орап отыратын. Өйткені қозғалмай отыра берсең, мынау бәріне қан жүрмей өткен тоңа береді екен ғой. Сондай күндерді басымыздан өткіздік. Ол үшін оны мысалы Ерлан ағалар да көрді, сол кездегі бас редактор болған Дидар Амантай ағамыз да сол кездерде. Сол кісілер біздің сол еңбегімізді бағалап, бізге мүмкіндіктер жасап, анау басшылыққа барып айтып, сөйтті. Иә, менің әріптесім Адай да бар соның ішінде. Жоқ, қазір жаңа сол шығармашылық команданы режиссерден бастап жазалайды. Жаңағы сендер кінәлісіңдер. Ешқашан өздеріне кінәлмайды. Көрдің бе? Бөлісу керек қой. Біздің де кінәміз мынандай болды. Бір сұмдықтар болып жатыр енді, мен білмеймін. Өйткені бұл мына Шошақтың шөлінде қалды қазақ фильм. Мына жазушыларға қандай жағдайда тұр қазір? Қараңызшы. Мемлекеттің стратегиялық әріптесі. Мемлекет оларды қаржыландырып отыр. Мемлекет оларды аялап отыр. Біз де солар деңгейдегі одақпыз ғой. Киногерлер одағы деген. Біз де солармен бірге өмір сүріп кеткен. Жоқ, біз тоқалдан туған сияқтымыз. Бізге түк жоқ. Бізге мемлекеттің стратегиялық әріптестігі түгілі біздің мынау ұлттық статусымызға айналып тастады. Бізде бұрын ұлттық компания едік қой. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм ұлттық киностудиясы болатын 2006 жылға дейін. 2006 жылдан кейін акционерлік қоғам болып жіберді. Содан әлі біз акционерлік қоғамбыз. Өне азамат сатып алды. Не дейді құдай-ау? Ұлттық дәрежені қайтардым дейді. Ол қағаз жүзінде. Ұлттық компания болу үшін мемлекетке өту керек бәрі. Атауы ғана өзгерді, бірақ формасы, статусы өзгермеді. Акционерлік қоғам. Неге ұлттық деген сөз ғана қосылған, қағаз өзгермейді. Оның өзгерту қаншама ақша кетеді мысалы, сол жаңағы. Ол енді егер ұлттық компания аталсақ, біз мына қорлықты көрмейміз ғой. Бізге онда мемлекет осы бәрімізге айлық қойып керек. Біз мемлекеттің алғауында болуымыз керек. Біз онда жаңағы өзіміздің айлығымызды баяғы Шәкен Айман заманындағындай, Шәкен Айман заманында мысалы Қазақфильмде 3.000 адамға жуық адам қызмет істеді дейді. Соның барлығын айлығын мемлекет беріп тұрған. Шәкен Аймановтың сонда айтатын ұраны сол екен. Осы актер үшін осылар жесін, осылар киінсін. Міне осы тек қана жағдай содан қол тимей өзі қайтыс болғанда кассасында көк тиын ақша болмады ғой, жерлеуге Шәкен Аймановты. Көрдіңіз бе? Ал қазіргі қазақ киносының басшылығында жүрген кез келген адамды қарашы, соңғы жылдардағы. Қабат коттедж үйлері бар, көліктің соңғы үлгілерін мінеді, бизнестер өз алдына жүріп жатыр. Таза коммерсанттар. Ал енді өнер мен коммерция деген ол өнер, дін, коммерция бұл үш бөлек нәрсе. Коммерция мен дін одақтаса алады, ал өнер мен дін коммерция одақтаса алмайды. Біздің мұратымыз, мына отырған, біздің мұратымыз өнер жасау, кино жасау. А бұлардікі коммерция. Бұларды тағы басқа бір деме. Сөйтеді да бізді жазғырады. Қазақфильмге қатысы жоқ деп. Бұлардың өздерінің қатысы жоқ. Бұлардың бір мүддесі ғана бар. Менің айтпағым осы. Біз енді бұл мәселемен соңына дейін барамыз. Бұл жолда біз ешкімді аямаймыз. Аққа Құдай жақ дейді. Өйткені көңге анимациялық киноның тағдыры кешегі Әмен Қайдаров құрған 60 жылға жуық тарихы бар.
анимациялық кино студиясының былайша айтқанда тағдыры тұр, суреткерлердің тағдыры тұр жағында. Бұл үлкен бір жағынан бұл мемлекеттік мәселе, бұл ұлттық мәселе, және бұл біздің жас ұрпақтың несібесі. Біз жас ұрпақты рухани қорексіз қалдырып отырмыз. Осы отырғанда жаңағы 5 фильмді соттап, біздің мына шенеуніктерде 1 грамм ұят жоқ. Ол ойланбай ма, ар жоқ қой. Анау мен мына балалардың рухани мына қорегі, осыларда менің әкемнің құны кетті. Қой келісейін деп. Жоқ, бұлардың бір сасық көкірек, бір амбициясы бар. Осыларға бағыну керек, бұлардың парасын беру керек. Жаңа 5 фильм неге сотталды? Сонда коррупцияға көнбеді. Мынадайлар, міне, құрметтесек, осы жастарды құрметтейік. Осылар коррупцияға қарсы шықты. Қызметін құрбан етті, жаңағы. Анау енді 5 проектінің әжептәуір ақша ғой, жаңағы. 300-400 миллион тұрады әрқайсысы. Соны баяғыдай шетінен керіп жеп отырғысы келеді. Біздің кино шенеуніктер. Анау жоғарыдағысы бар, төмендегісі сияқты. Бұлар айтты, жоқ деді. Біз қалай арымыз барады балалардың несібесін жырып беруге. Содан жаңағы міне соттап та жіберді. Мен сонда біздің мынау аға буын ғой. Мен әлі күнге таңғаламын. Сонда бұлар әлі күнге саналары жетпейді. Тек қана мына қарпып жеп, асап жаңағы қасқырша асауға дағдыланып қалған, бейімделіп қалған. Қазір ол заман кетті. Қазір сана оянып жатыр. Қазір ұят. Ондай ой ойлаудың өзі сұмдық ұят жаңағы. Балалардың несібесін жеу, миллиондап жеу, сол үшін жазалау. Ал енді есті үкімет болса, закон қуаты қолында тұр ғой, осылардың бәрін жазалау керек еді. Жаңағы 5 фильм соттағандарын. Жоқ, олар соттағаның үстіне соттап, жаңағы жоғары сотқа дейін бір инстанцияда жеңді. Жаңағы мына анимациялар, жаңағы мына кімдер? Дилшат Рахматуллин деген 2000 мультфильм қатысқан Испаниядағы атақты фестивальда баспайға алып келіп отыр. Дилшат Рахматуллин. Міне біздің қазақ анимациясының түлегі. Бізден шыққан. Сол толық метр анимациялық фильмі осылар негізсіз қаралап, содан сотталды ғой жаңағы. 5-еудің біреу сол. Сосын енді негізсіз сотта жеңеді. Жоғары сотқа дейін барады. Жоғары соттың шешімі шығады жеңді деген. Сонда жаңағы мына үкіметтік аппарат нелері, шеңгелдері ғой, соған кірісіп отырып, жаңағы бас прокуратураны салып, басқа органдарды салып, осы жоғары соттың шешімін өзіне өзі өзгерткізіп, қазір қайтадан қарастыруға мәжбүрлеп отыр. Қайтадан соттап жатыр. Қайтадан соттап жатыр. Басынан бастап қайтадан соттап жатыр. Сонда бұл не деген? Сонда бұл біздің мына шенеуніктердің енді сондай бір, енді мен осыншалық деңгейге азып кетті деп ойлаған жоқ едім. Мына балалардың рухани қорегімен алысатын, балаларды рухани қорегінен айыратын, бұлардың бастарына не күн туды? Енді мұнайды жиесін, 80 миллион мұнай өндіреді екенбіз, 300 тонна алтын өндіреді екенбіз, қаншама қазып айлықты, оны жеп жатыр, қойшы, жердің астының байлығын жесін. Енді балалардың рухани азығын жейді деп, соған ауызсалады деп, солардың ыңғайына көнбеген үшін осындай 5 проектін соттайды деп, мен ешқашан енді қаперіме кірген жоқ. Ойлағам, енді ана жақтан бір қазақтың, енді бәрі қазақтың баласы ғой, бір азамат өлеңді, жігіттер, енді мынау енді тым ұят қой, енді сен енді осы балалармен, осы балалардың наннан айырмай ақ қойшы, мынау енді қайбір ақша тауып отыр осылар, қойыңдар, енді ұят болады деп жаңағы істі бір ақылға келіп, жауып, немесе бір екі жақты бір бітімге келіп, сөйтемін десе, жоқ, бұлар көздері қызарып алады да, жаңағы соттайды да қарап отырады, соттайды да қарап отырады. Бұл сұмдық қой. Бұл елде өз үкімет бар ма? Енді Азамат Сатыбалды сұхбатында тағы бір мәселені айтты. Өткенде сіздер наразылыққа шыққанда Қазақфильм тарапынан, басшылық тарапынан қысым болып жатыр дедіңіздер. Азамат Сатыбалды ондай қысым, ешқандай қысым жоқ деді. Енді өздеріңізден сұрағым келіп отқаны, ол қандай қысым және кімдер
көрсетіп жатыр осында сіздерге? Енді ол сұраққа енді мен жауап берейін. Мен жауап берейін, өйткені міне күні кеше ғана мынау «Алтын адам» фильмінің жобасының суретшілері, аниматорлары маған хабарласып мынандай бір мәлімет жеткізді. Енді ары қарай жұмыс істеу керек қой. Енді ақыры ақшасын бере алмай жатыр екен. Күн көріс керек, кабинеттерге кіргізбей жатыр. Сонда жаңа хабарласып, сол жаңа қазақ фильмінің өкілдеріне, анимация өкілдеріне хабарласып, біз қазақ анимацияның жұмысына кірісейік, жұмыс істейік, кішкене қаржы табайық десе, «Алтын адамға» қатысқан және мына осы алдында 2 апта бұрын болған наразылық білдірген топтың адамдарға тыйым салынған жұмысқа кіруге деген мәлімет бар дейді. Енді бұл біздің ойлауымызша, біздің тарапымыздан бұл енді бұлардың қазақ фильмінің шешімі сондай болса, бұл қудалаушылық қой. Бұл деген жаңа шығармашылықты бөгеу. Бұл жерде енді жаңа балалардың бәрі талай жылдар тәжірибесі бар, портфолиосы бар, істеген фильмдері бар, күн-түн сол жерде шыңдалған дайын тұрған мамандарды, енді соларды жаңағыдай көнеге шықтыңдар, наразылық білдірдіңдер деп қудалаудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Енді бұл қазақ фильмінің жаңағы несіне абыройына үлкен сын болады. Енді біз амал жоқ, біз енді киногерлер одағының болғаннан кейін соны араласамыз. Демек енді ертең одан үйге барған кезде Әмен ағаның көзіне қалай қараймыз? Не деп өтеміз ертең? «Алтын адам» қанша жылдан бері негізі бүткіл жабасын көріп келеміз ғой. Енді басшылық бір келіп, бір кетіп жатыр. Осы жұмыстың басында шығармашылық топ менімен бірге болған. Сол аниматорлардың алдына қазір кейбіреулердің көзіне тік қарай алмайтын деңгейге жеттік. Себебі августтен бері ақшасын алмай жатыр. Енді қалай айтсақ та, енді осыны өткендегіде мен өтінішім болған. Соны Құрманбек мырза келген кезде, қазақ фильм өкілдері отырған кезде де экранға шығарайық, балалардың ақшасын тауып беріңіздер. Бұл жерде бір ары-бері тартатын ештеңе де жоқ негізі. Фильм бітіп тұр. Соны шығару керек. Анау бір көп ақша емес, бір 40 қанша миллион дейді балаларға беретін ақша. 41 миллион. Иә. Соны бөліп болса да балаларға берсін де. Болды. Басқа мәселе жоқ. Басқа мәселе жоқ бұл жерде. Сол бір кішкентай нәрсені білмеймін, таудай қылып, айғай-шу қылып жатқандарына мен таңғалып отырмын. Мәселені қолдан жасап отыр. Иә, мен біліксіздігінің мен өзім енді кішкене денсаулығым дұрыс болмағандықтан, дәрігерлер маған ұйғарғандықтан мен тура сол у-шу болып жатқан кезде мен басқа жақта болдым. Мен телефонымды тартпайтын жақта. Осы денсаулығыма байланысты жақта ем-дом алып дегендей. Келгенім кеше ғой. Енді оны естір құлақ бар болса, біраз нәрсе айттық. Иә. Мәселені шешсе, елдің қақысына кірмесе, анау істеген жұмыстың ақшасын берсе, ертең фильм халықтың, қазақтың баласының көңілін қуантып отса, болды. Бізге өнер адамына керек сол ғана. Біз біреуді бір тағынан тайғызып, болмаса біреуді ренжітейін деген ойым жоқ мен. Иә. Мен де ешкім ренжітпей қойсын. Бізге де ешкімді ренжітпейік. Өйткені біздің істеп жатқан жұмысымыз осы мәдениет. Жеке басының наразылығы жоқ. Жеке басының наразылығы жоқ. Енді менің тағы да қайталап айтқым келетіні, менде жұмыс жасап жатқан анау жас 60-тан асқан менен, анау жаңа сабақ оқуын бітіріп жатқан студенттер менен, анау осы қолында қалам ұстап жатқан осы сананың ертең күні маманы боламын деп жатқан мамандардың, сол поколениядағы мамандардың бәрі қатысты осы жұмысқа. Иә, кейбіреу біраз жұмысын істеп кетті, кейбіреу басынан аяғына дейін келе жатыр. Енді осы кісілердің алдында ұятты болмай, мен де режиссер ретінде осы командадан бастап жүрген адам, мен де ұятты болмай, қазақ фильмінде де ұятты болмай, бәрі орнымен бітсе, оңынан шешілсе дейміз. Иә. Негізі бір алып біткен ештеңе жоқ, бірақ осы мәселені шешпей отыр да, қаншама уақыттан бері, жыл болды мінекей. Жылдың аралығында жыл уақыт күтті негізі, сабырменен. Иә. Жалпы бүгін көп нәрсе айтылды деп ойлаймын. Осы жерден тоқтатсақ, ардақты аниматорлар келіп, өз пікірлеріңізді айтып, сұхбат беріп жатқандарыңызға көп рахмет. Әсіресе Тұрдыбек мырза емделіп жатқан жерден сонау ұзақтан келіп, осында сұхбат бергеніңізге сізге де рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, біз осымен тәмамдаймыз. Жас Алаш каналына жазылыңыздар,
лайк басып пікір жазыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз біз үшін маңызды.